Сыртқы қарыз өсет. Қазақстан Азия даму банкінен қомақты қарыз алатын болды. Бұл бойынша ұсынысты бүгін мәжіліс депутаттары қолдады. Қомақты қаражат Ақтөбе Мақат тас жолын қайта жөндеуге жұмсалмақ, яғни бас аяғы 300 шақырым жол күрделі жөндеуден өтеді деген жоспар бар. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек бұл несиені алу еліміз үшін аса маңызды деп отыр. Еліміздің сыртқы қарызы 240 миллион долларға ұлғаятын болды. Азия даму банкінен алайын деп отырған қаражат 300 шақырым жолды қайта жөндеуге жұмсалмақ. Министрліктің ақпарынша жалпы алғанда бұған шамамен 273 миллион доллар керек. Қомақты бөлігін Азия даму банкінен алу көзделіп отыр. Тағы да 33 миллион доллар мемлекет есебінен қаржыландырылады. Займ 5-5 жылдық жеңілдік кезеңнің қоса алғанда 18 жыл мерзімінде ұсынылды. Пайыздық мөлшері Либор плюс 0,6. Министр Ақтөбе Мақат жолының экономикалық маңызы зор екенін айтты. Каспий жағалауы елдерімен қатар Қытай, Ресей және оңтүстік шығыс Азияға жол ашылмақ. Дегенмен депутат Сергей Симонов жөндеу жұмыстары 2015-те басталып, 2019 жылы бітуі керек болғанын айтып қалды. Енді жөндеу жұмыстары 2019 жылы басталса, кемінде 2 жылға созылады. Однако ее разбили на 3 неравномерных участка. Бұл жол құрылысын қаржыландыруда 3 бағыт бар: Азия даму банкі, Ислам банкі және ұлттық қор. Ал жұмыс 2021 жылы бітеді деп жоспарлап отырсыздар. Бір жолға неге 2 банктен қарыз аламыз және келісімнің мұншалықты созылуына не себеп? Реконструкция и строительство почти 4,5. Елде бір мезетте 4,5 мың шақырымдай жол жөнделіп жатыр. Ал олардың құрылысына бірден көлемді қаражат тарту бюджетке салмақ салады. Мұнымен қатар Қазақстан әріптестік орнатқан 4 банктың шектеулі лимиті бар. Қазақстанға лимиттен артық берілмеген. Жол мәселесі сөз болған жиында депутат Нұрлан Дулатбеков ел премьеріне сауал жолдады. Онда Астана-Щучинск тас жолындағы жол көлік оқиғалары былтырғымен салыстырғанда 70%-ға артқанын айтып алаңдаушылық білдірді. Онда 88 адам көз жұмыпты. Гибелью людей является несоблюдение водителями правил дорожного. Анализ көрсеткендей, көбінде жол ережесін сақтамаудан осындай оқиғалар болып жатады. Жылдамдықты асырып, жаяу жүргіншілерге жол бермейді. Арақашықтық сақталмайды. Бірақ жол бойында жөндеу кезінде қойылған белгілер жөндеу бітсе де айлап тұрады. Бұл жолды барынша бөгейді. Депутат үкімет халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, осындай күре жолдарға жылдамдықты шектейтін белгілер мен жылдамдықты өлшейтін камералар орнатса деген ниетін де білдірді. Дәуренбек Бақдәулет, Нұржан Махмутов және Бауыржан Жолдыбалин, Астана телеарнасы.